Бұл биогумус біздің өңірдегі сортаң, құнары азайған жерлерді қайтадан тыңайту үшін таптырмас дүние. Ассалаумағалейкум әлеумет, бұл әлеумет әлеуеті бағдарламасы. Бүгінгі шығарылым соңғы уақытта талқыға түсіп жүрген шылаушын өндірісі жайлы болмақ. Бұл жоба қашан басталды? Қанша уақыт аралығында дамыды? Бастапқы кезде қиындықтар қалай болды? Бастапқы кездегі ой қалай пайда болды? Осы жайлы айтсаң. Бұл саланы бастағанымызға біз бір жылдан астам уақыт кетті. Бір жыл болды. Бастапқыда қиындықтар болды, бірақ біздің ұстаздарымыз болды, үйретіп тұратын, түсіндіріп тұратын ұстаздарымыз болды. Солар арқылы бір кез келген проблемаларды шешіп беріп отырды. Сол үшін бізге өте қиын бір жағдай, ондай нәрсе болған жоқ. Ой, қай жақтан көрдің, немесе бір жерден мәлімет алдың ба бұл жайлы? Осы жұмысқа кірісемін деген ой қалай пайда болды? YouTube каналдарда өзім қызығып көріп жүретінім, Өзбекстан нелерден, Қазақстанда онша көп мәлімет болмаған соң, Өзбекстан, Қырғызстан, Россия нелерден, YouTube'тан солардың нелерін көріп отыратыным. Сосын осы Алматыда өзіміздің осы серіктесіміз десек те болады, сол ұстазымыз ғой. Сол кісіден алып, сол кісі үйретіп отырды. Сол арқылы қазір ешқандай проблема жоқ. Қайта осы нәрсені дамытып, міне өздеріңіз көріп отқандай, басында мен бір жыл алдын 30 коробка шылаушан сатып алғам. 30 коробка дегеніміз қанша аумаққа жетеді, қалай болады? 30 коробка 30 квадрат жерге жетеді. 30 квадрат жерге жетеді. Осы биорактор болса, басынан осы жерге дейін 30 квадрат болатын болса, ол 30 квадрат осы жерге, 30 коробка осы жерге жетеді деген сөз. Сол 30 коробкадан қазір осыншалықты үлкен объемда болып көбейіп кетті. Енді көрермендеріміз нақтырақ білсінші, осы 30 коробка қанша тұрады, оның малдың қиы қаншаға келді, жалпы басталған уақытта қанша қаржымен басталды? 450 мың теңгеге шылаушан сатып алдым. Жаңа 30 коробка, бір КамАЗ көң сатып алдым 25 мың теңгеге. Содан басталған зат. Сонда бір КамАЗ неніңкі, малдың көңі? Малдың көңі 30 квадратқа жетеді, дұрыс па? Жаздың күні 50 квадратқа жетеді. 50 квадрат? Бір КамАЗ. Ал қыстың күні 30 квадратқа жетеді. Айырмашылығы не? Қыста қалыңдау болады, көңнің қалыңдығы. Ал жазда жұқалау болады. Қазіргі таңдағы енді жалпы аумағы қанша болды? Кеңейтіпсің, көрініп тұр. 2000 квадратқа шамалы қалды. 2000 квадрат. Енді бұның сатылым барысы қалай болып жатыр? Биогумус өндіру, шылаушын өндіру қалай болып жатыр? Шылаушан өндіру жақсы, биогумус өндіру да өте жақсы кетіп отыр. Қазір біз өзіміздің мына Сарыағаш ауданына өзіміз қазір жеткізе алмай отырмыз. Өзімізден шыққан өнім мына жерде октябрь айында бізде 30 куб биогумусымыз дайын болды. 30 куб биогумусты осы електен өткізбей, диқандар өзінің сатылымға шығаратын өніміне емес, өздері жейтін өнімінің астына салып тұрып, өздері жейтін өнімге салып, өздері не қылды да. Жалпы тек қана отбасына арналған өнімді. Ал бұлай үлкен ауқымдағы шет жаққа шығатын, базарларға шығатын тауарларға алған жоқ? Оларға алған жоқ. Оларға алу үшін енді, мысалға айтайықшы, бір 10 соттық жердегі көкөніске жеткізу үшін қанша биогумус немесе биокомпост керек? Бір көшеттің түбіне 1 литр биогумустан салу керек. Бір көшеттің түбіне. Уақыты қанша? Уақыт аралығы? Бір жылына біреу жете ма, жоқ әлде не қыла ма? Жоқ, біз 2 мезгіл егіп аламыз ғой. Көктемде, күзде егіп аламыз ғой. Сол кезде бір көшетті еккен кезде астына 1 литр салып отырасыз болды. Соның өзі біз мына жерде помидор көшеттер еккенбіз, соның астына 1 литрден салып тұрып еккенбіз. Соларды қазір көрсететін боламыз. Одан бөлек тағы да өзіміз шығарған биогумустан бөлек Алматы қаласынан да келіп отырды.
сұйық түрі, кейін қою түрі биогумустың солар келіп отыр да біз олардың да барлығын сатып 2 фура саттық, 2 фураның барлығы сатылып кетті, өзіміздікі сатылып кетті. Қазір сұраныс бар, біз жеткізе алмай жатырмыз. Жалпы Сарыағаш ауданында өзің сияқты қанша азамат бар? Шамамен. Шамамен 10 шақты, 15 шақты бар шығар. Бірақ бұндай үлкен көлемде жоқ. 300 квадрат, 500 квадрат сондай. Енді алдағы жоспарларың қандай? Алдағы жоспарларымыз осы нәрсені дамытып, өзіміз үлкен көлемде қазір бізден алған адамдар, шылаушан сатып алған адамдарды біз өзіміздің группамыз бар. WhatsApp чаттарда. Сол группаға жинаймыз. Сол группадағы адамдарда ертең биогумус дайын болады. Сол биогумустарды аламыз, өзімізден шыққан биогумустарды аламыз. Қазақстанға жеткізіп беру, Құдай қаласа. Одан кейін экспорт деген сияқты нәрселер. Құдай қаласа, сол нәрселерге жеткіземіз. Сол нәрселерге жеткіземіз, Құдай қаласа. Енді Ағдәулет, жаңа өзің айтып кеттің, қыстың күні қалыңдайды, жаздың күні азаяды дедің. Не себепті? Өйткені қыстың күні күн суық болған кезде шылаушандар жұмыс жасамай қояды. Жұмыс жасау процесі төмендеп кетеді. Сол үшін біз көңді осылай 60-50 сантиметр қылатын болсақ қалыңдығын. Сол кезде көңнің жылулығы болады өзің. Іші жылы болып тұрады. 15 градус пен 25 градустың аралығында болса көңнің іші. Сол кезде шылаушандардың тоқтамай жұмыс жасайды. Тоқтап қалу процесс жүрмей қалмайды емес, жүре береді. Күннің суығына қанша градусқа дейін өмір сүре алады? -10. Одан асып кетсе өледі. Плюс 30 градус болатын болса, плюс 30 градустан жоғары болатын болса, ол қырылып қалуы мүмкін. Енді бұл көбею процесін атап өтсің өзің. 1 квадрат жерге 1 коробканы сасаңыз, оны 2,5-3 ай 90 күнде сол шылаушан 1 квадрат жер сол ішіне шылаушанға толады. Сосын сол көңді жеп береді. Көң жеп береді. Биогумусқа айналдырып береді. Біздің мақсатымыз да сол ғой. Осы көңді, мына өзімізде жатқан осы көңді, біз осы көңді өңдеп сату, өңдеп пайдалану. Өйткені мына көңнің ішінде қанша зиянды заттар бар ғой. Көсімдік әлеміне зиянды заттар көп. Өйткені бұл көңнің ішінде тамыр ауруы болады. Кейін әртүрлі ұрықтар болады, жаңағы. Шөптердің ұрықтары болады. Солардың бәрін мына шылаушан өңдеп береді. Жаңағы тамыр ауруларын жеп асқазаннан жоқ қылып жібереді. Жаңағы шөптің ұрықтарында жеп жоқ қылып жібереді. Бізде өзекті проблема да осы ғой қазір. Өзекті проблема сол. Шеттен көңді әкеп саламыз, шөп басады, ауру болады. Сонымен қазір адамдар барлығын есептейді ғой. Мына көңді әкеп салады, тамыр ауру болса минусқа кете береді. Түсінсіз бе? Одан кейін органикалық өнім жейді адамдар. Осыны пайдаланса. Органикалық өнім. Енді сонда қарапайым көң мен биогумустың айырмашылығы, биогумустың қуаты көп болады дейсің ғой? 20 есе күшті болады ғой. 20 есе күшті болады. Бір шелек мұна көңді сіз қоясыз да, осы бір шелек көңді шылаушан жеп берсе, осы бір шелектің күші 20 есеге артады, түсіндіңіз бе? Өйткені шылаушан асқазаннан өткізген кезде кальций, калий, витаминге толы, сондай өзін асқазаннан өткізіп шығарып береді осы көңді. Витаминмен қосып шығарып береді да, түсіндіңіз бе? Жерге тасталған 1 литрлік мысалға биогумустың қуаты неше жылға дейін жетуі мүмкін? 3 жылға дейін жетеді. 3 жылға дейін. 3 жылға жетеді. Енді көрермен білсін, бұл жерге корымды қалай тасталады, жаңағы осы малдың көңін?
Малдың көңі қатты свежий болмау керек. 6 айдан асқан, 1,5 жылдан асып кетпеген көңдер болу керек. 1 жылдық көңдер болса өте жақсы Не болады. себепті? Өйткені 6 айға дейінгі көңдер қатты свежий болады. Оған шылаушан кірмейді. Шылаушан жұмыс жасамайды ода. Ал 1,5 жылдан асып кеткен көңдерде оларда табиғи қызу процесі болады да. Ода шылаушанның азығы қалмайды. Сол үшін 1 жылдық көңдер болса, шылаушан жақсы жұмыс жасайды соларда. Сол көңде. Менің де хабарым бар, бұл жуылу керек, жуылу процесс қалай болады? Осылай жайып алып, көңде жуу керек. Үстінен жуу керек та, хлорлы су болмау керек, тұзды су болмау керек. Одан кейін тұзды су болмау керек. Хлорлы су шылаушанды өлтіріп қояды. Ал тұзды су көңдегі тұздың несін көбейт жереді да. Тұзды көбейт жереді. Сөйтіп жуған кезде қып-қызыл сідіктерін, аммиактарын ағыз жерусін біз осы жуамыз. Шылаушанға зиян заттардың бір сумен бірге ағып кетеді. Сол үшін жуамыз. Помидор жайлы сізге айтып берейін. Осы қазір осы помидорлардың астына бір түпке 1 литр биогумус салынып, сол биогумустың үстіне егілген көшет. Түсініз бе? Көшет еді. Қазіргі кезде міне помидорлар 3-ші поток гүлдеп, 4-ші поток шығып жатыр. Бұл деген жақсы результат беріп жатыр да. Қазірге Енді басқалармен айырмашылығы қалай болады? Кәдімгі селитра жеп жүрген, кәдімгі дәрі не болса қара жерге егілген айырмашылығы қалай болады? Айырмашылығы бұл жерде көшет тез сарғайып кетуі мүмкін. Сондай жақтар бар да енді. Бұл піскеннен кейін бұның дәмін көреміз. Ешқандай әлі осы уақытқа дейін химикат берген жоқпыз. Селитра болмаса кальций, калий ешнәрсе берген жоқпыз. Тек осы биогумуспен егілген өнім, егілген өсімдік. Енді осы Құдай қаласа, осыны жақсы результат болатын болса, жаңа айттым ғой, адамдар өздері жейтін көшеттің астына салып егіп жатыр деп. Олардың бәрі результат көру керек бірінші. Результат. Егер результаты жақсы болатын болса, кейін сататын өнімдердің астына да салатын болады. Сататын көшеттердің. Түсініз бе? Енді жалпы күні бүгінге дейін өзің маман ретінде көріп жүрсің ғой? Биогумус жеген, биогумус салынған көкөніспен салынбаған көкөністің айырмашылығы қалай болады? Биогумус салынып, биогумусқа еккен өнімнің, еккен егіннің өнімі сондай болады, оның дәмі де басқа болады. Кейін сақталу мерзімі де жақсы болады. Түсініз бе? Сондай айырмашылықтар бар. Өз көзіңмен көрген қайсы көкөніс түрлері? Қауын, кейін дарбыз, жүзім. Жоғарыда естігендеріңіздей, бұл шаруаны бастап өзіне қажетті биогумус өндіру үшін аз қаражат кетпейді. Десе де, мамандар бұл проблеманың шешімін тапқан сыңайлы. Сұйық күйін сатып алып, көкөніс суарсаңыз немесе жапырақтан бүркеу арқылы егінді құнарландыра алады екенсіз. Мынау дайын болған биокомпост, яғни биогумус десек те болады. Електен өткен кезде осындай болып шығады. Көтеріп кән? Осындай болып. Електен өткіземіз ғой біз. Осындай болып шығады. Ешқандай иісі жоқ, өзіңіз көріп тұрсыз. Кәдімгі қара жердің иісі. Біз ар жақтағы көңді ұстағыңыз келсе, ұстағыңыз келмейді. Ал мұнан ұстасаңыз, ұстай бересіз. Көріп тұрсыз ба? Қолға жабыспайды. Осы дайын өнім осы. Кәдімгі солтүстіктің орманды алқабында қара жерге ұқсайды екен? Бірақ соған ұқсайды, бірақ омен бұны екеуін салыстыруға болмайды. Ол шірінді, бұл витамин. Түсініз бе? Ол шірінді. Ол табиғи нәрсе, бұл қолдан құрастыруға нәрсе дейсің ғой? Сұйық түрі.
Бұл қалай қолданылады? Бұны кафельный система дейтін қазір шығып кеткен ғой. Иә. Тамшылатып суару әдісі. Сонымен суарады, кейін жапырақтан листовой беріп шашса болады. Бұл да қазір аған адамдар барлығы риза болып жатыр. Жақсы результат көрсетіп жатыр. Енді бағасы қанша? Мына тұрысы 8.000 теңге. 10 литр 8.000 теңге. Литрі 800 теңге. Иә. Ал мынау? Бұл мына қабы 1750 теңге. Бұның ішінде 40 литр екен, 40 литр. Бұлар барлығы литрмен есептелінеді ғой. Иә. Өйткені бұлда салмақ бар да, түсіндіңіз ба? Салмақ бар. Влажность болғаннан кейін, постоянно влажность болып тұрғаннан кейін салмақ болып тұрады. Сол үшін бұлар объеммен сатылады. Мынау 50-лік нелер бар ғой, кассеталар. 53-тік. Кейін 32-ліктер бар. 50-лік болса 1300-түкке жетеді. Енді дәл осы 40 литрді қанша түпке салуға болады? Талдарға ма жоқ неге ма? Көшетке ма? Көшетке. Көшетке 40 көшетке бересіз, астына саласыз. 40 көшетке бірдей жетеді. 40 литр бар ғой берді. Ал егер 1,5 литрден салам дейтін болсаңыз, ол кезде сондай. 1 литрдің өзі әжептәуір қуат береді. Иә. Ал 1 литрден аз болатын болса, біздің осы Сарыағаш төңірегіне одан аз болса, ол пайдасын бермей қояды. Өйткені біздің жерлердің бәрі химикатпен. Химикат бере береміз. Әбден жерлер шаршаған. Кітапта 200 грамм, 300 грамм деп жазып қойған. Ал 200 граммнан, 300 граммнан берсеңіз, ол результат бермей қояды. Адамдар ағаннан кейін бір осының бір пайдасын көру үшін, сол үшін алады. Біз сол үшін осы Сарыағаштағы төңірекке 1 литрден кем болса самай қойыңыз деп айтамыз. Енді жаңа химикат деп атқанымыз селитрасы бар, түрлі ауруларға шашатын дәрісі бар, солар ғой, Иә. Біз бере жердің бәрі отырып қалған ғой. Күш бермейді жер. Иә. Мынау сол нәрселерді қайтып жерді өзінің қалпына келтіреді. Пайдасы қандай? Пайдасы жақсы енді. Өзіңізді есептей беріңіз. 450 мың теңгемен бастадым. Тағы 25 мың теңге көң алдым. Кейін біраз көбейтіп алдым. 8 айға дейін ешқандай шылаушан сатқан жоқпын. Осындай биогумстар сатқан жоқпын. 8 айға дейін тек қана мен осы көбейту бағытымен, шылаушанды көбейту бағытымен жұмыс жасадым. Одан кейін табыс қанша болды? Бірінші сатқан табысым 750 мың теңге болған. Қанша квадрат саттың сонда? 5 квадрат. 5 квадрат. 5 квадрат. Осындай сатқам. 750 мың теңгеге сатқам ғой. Одан сол күннен бастап күні бүгінге дейінгі табыстарының ішіндегі ең шоқтығы биі қайсы? Қанша көлемде пайда таптың? 2,5 миллион. Бір сатқанда. Ең көбі. Соның арқасында үй жайыңды турлап көлік міндің, дұрыс па? Көлік міндім. 2 машина алдым. Өзіңіз ойласаңыз, шылаушан сатудан бөлек 2 фура осындай қою биогумус саттық, сұйық биогумус саттық. Сұраныс өте жақсы. Уақытты кетірмей, ертерек бастаған жақсы. Қазірге мынандай қаптамада сатқан жоқсың. Барлығын қаппен сатып отырсың, дұрыс па? Иә. Ал мыналарды алдағы жоспар бар. Алдағы жоспар бар. Негізінде мынаны дайындау әдісін білесің ба? Дайындау әдісін жоқ, оны технологтар істейді. Технологтар. Өзінің технологиясы болады, өзінің аппараты болады арнайы. Арнайы оқу білімі болады дейсің ғой. Солар істеп шығарады. Жалпы бізді көріп отырған көрерменге не айтасың? Бізді көріп отырған көрермендерге мынау осы нәрсенің пайдалығы, осы нәрсенің осы өзіміздің Қазақстанға пайдасы бар екенін, осы нәрсені қолдануын, өзіміздің әр қазақтың үйінің есігінің алдында 10 сотық жер бар. Сол жерге өзі егіп,
өзі табиғи өнім жесе деген ниеттемін.